Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз сізге мына Риддер қаласының, Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының тұрғындары сізге үндеу жолдап отырмыз. Үндеуіміздің басты мәселесі мына артта тұрған жаңадан салынған мектептің мәселесі болды. Бұл мектеп қазақ орта мектебі болуға тиіс болатын. 2008 жылы қаулыға қазақ мектебін, шаңырақ қазақ мектебін салу үшін жер телімі бөлінсін, соған ақша бөлінсін деп айтылған болатын. Ақша бөлінеді, ол ақша 2019 жылы бізге жетеді. 2019 жылы мектеп салына бастап, 2022 жылы мектеп пайдалануға беретін кезде бұл мектепті аралас мектеп деп қаулы өзгертіліп жібереді. Сөйтеді қазір орыс ұлтының балалары мен қазақ ұлтының балалары бірге аралас оқып отыр. 2022 жылы мектеп пайдалануға беріледі. Bir жыл, міне 2023 жыл, bir жыл лицензиясыз мектеп жұмыс істеді. Енді дәл осы мектепте қазір 157 орыс тілді балалар оқып жатыр, ал қазақ тілді 550 бала шаңырақ мектебінің екі апатты жағдайдағы екі ғимаратта оқып жатыр. Осы мәселені шешу үшін жергілікті органдардан бастап облыстың деңгейінде, республиканың деңгейінде деген хаттар жолданған болатын. Бірақ ол хаттардан мардымсыз жауап болған жоқ. Жауап болғанда да ол жергілікті органдар шешеді бұл мәселені деген жауап келді. Бірақ жергілікті органдар осыны қасақана шеше алмай отыр. Енді біздің президент мырза соңғы үмітіміз сіз осы мектепті бізге алып береді ғой деген үмітпен сізге осы үндеуді жолдап отырмыз. Президент мырза, біз осы қаладағы 16 орыс тілді мектепті қазақ тілді мектеп қылып беріңіз деп сұрап тұрған жоқпыз. Мына апатты жағдайда тұрған 20 жыл бойы біз сұрап келе жатқан шаңырақ қазақ орта мектебін құжаттары шаңырақ осы қазақ шаңырақ орта мектебі ашылсын деп жасалған осы мектепті 20 жыл бойы сұрап келе жатқан мектепті бізге қайтарып беруіңізді сұраймыз.